Неге үнемі шаршап жүреміз? Неге қалқынша без қызметі төмендейді? Оны қалай анықтаймыз? Қандай анализдер тапсырамыз? Қалай нәтижелі емдейміз? Бұл сұрақтардың жауабын білу үшін видеоның соңына дейін қараңыз. Мен Ибрагим Васивара, балалар және ересектердің эндокринолог, нутрициолог және терапевт дәрігерімін. Қалқынша без қызметі төмендегенде қалқынша безі жеткілікті түрде гормон бөле алмайды. Нәтижесінде қанда гормон деңгейі төмендейді. Бұл гипотиреоз деп аталады. Гипотиреоз эндокринді аурулардың ішінде екінші орынды алады. Ер адамдарға қарағанда әйел адамдарда 7 есе көп кездеседі. Қалқынша безі мойынның алдыңғы бөлігінде орналасады. Ол 2 гормон бөледі: Т4 тироксин, Т3 триодтиронин. Қалқынша без гормондары түзілу үшін йод және аминокислота тирозин қажет. Т4 неактивный гормон, Т3 активті гормон. Қалқынша без қызметі басыммен басқарылады. Осы бөлінген 2 гормон организмдегі әрбір клетка үшін қажет, яғни энергия көзі. Сондықтан қалқынша без қызметі төмендегенде организмдегі бүкіл зат алмасу процесі баяулайды. Қалқынша без қызметі төмендеуінің біріншілік, екіншілік түрі бар. Екіншілік ол сирек кездеседі, ең жиі біріншілік түрі кездеседі. Біріншілік гипотиреоз қалқынша бездің өзінен, яғни қалқынша безге витаминдер жетпеген кезде, аутоиммунды тиреоидит кезінде және қалқынша безге операция жасаған кезде пайда болады. Ал екіншілік гипотиреоз ол басмиға байланысты. Біріншілік гипотиреоз жиі кездеседі, сондықтан сіздерге біріншілік гипотиреоз туралы айтамын. Қалқынша без қызметі төмендеуінің 2 түрі бар: жүре пайда болған және туа пайда болған. Жүре пайда болған организмде дефициттер жетпеген кезде, немесе операцияға байланысты қалқынша безге удаление жасаған кезде, ал туа пайда болған анасында жүктілік кезінде айқын йод дефицити немесе диффузный токсический зобқа байланысты үлкен дозада тиростатиктер қабылдаса, балада туа пайда болған гипотиреоз болады, яғни баланың қалқынша безі туылғаннан жеткілікті түрде гормон бөле алмайды. Қалқынша без гормондары қандай қызмет атқарады? Қалқынша без гормондары сіздің энергичный, жас, әдемі, келбетті, көңіл күйіңіз жақсы, тері, шаштың саулығы, сіздің бала көтеруіңізге де осы қалқынша без гормондары әсер етеді. Организмдегі бүкіл зат алмасу процесіне, әрбір клеткаға, әрбір өтетін процеске қажет. Сондықтан қалқынша без қызметі төмендегенде бүкіл организмде өзгерістер болады. Енді оның белгілеріне тоқталсақ, біріншісі таңертең ұйқыдан шаршап тұру. Себебі қалқынша без гормондары таңертең бөлінеді, сондықтан қалқынша без қызметі төмендеген кезде гормонды біз таңертең қабылдаймыз, йодты таңертең қабылдаймыз. Артық салмақ, аз тамақ жейсіз, фитнеске барасыз, диета сақтайсыз, бірақ сонда сіз салмақ кетпейді. Неге? Себебі майларды ыдырау процесі баяулайды. Сондықтан сіз әрбір жеген тамағыңыз ол май ретінде жинала береді. Үшіншісі шаштың, терінің саулығы. Тері құрғақ болады, өкшенің жарылуы, қанша крем жақсаңыз да крем тез сіңіп кетеді. Шаш уыстап түседі, сынғыш болады, жылтырламайды. Терінің, алақанның сарғаюы, көңіл күйдің тез өзгеруі. Күліп отырып, мысалы, жылағыңыз келіп кетеді, көңіл күйіңіз тез өзгеріп жатқаны өзіңіз де түсінбейсіз. Немесе тез ашуланасыз, балаларыңызға, жолдасыңызға болмашы нәрсеге ашулануыңыз мүмкін. Және есте сақтау қабілетінің, ойлау, концентрацияның төмендеуі, зейіннің төмендеуі. Мысалы, сыртқа шыққан кезде газды өшірдіңіз, немесе утюгті өшірдіңіз, ұмытып қаласыз. Ұйқышылдық. Гипотиреозниктер 12 сағат ұйықтаса да ұйқысы қанбайды. Қалыпты жағдайда адам 7-8 сағат ұйықтаса, ұйқысы қанып, энергичная, бодрая, сергек болып оянады. Ал гипотиреозниктер ұйқысы келіп жүреді, шаршап жүреді солай. Және дененің, аяқтың мұздауы, яғни қалқынша без гормондары дефицитінен организмдегі терморегуляция, жылу алмасу бұзылады. Сондықтан сіз ыстық күнде де тоңып жүресіз. Өмір бойы аяғы тоңып жүретін адамдар носки кисе де аяғы жылымайды. Кейбір адамдар артық салмақ кетпейді деп айтады. Ал ол артық салмақ емес, керісінше дененің ісінуі болуы мүмкін. Сонымен бірге қас ұшының түсуі, сирек қас, бұл да гипотиреоздың белгісі. Машинада жүрген кезде немесе автобуста жүрген кезде ауа жетпейді, жүрек айниды, іштің қатуы, өттің жиырылуына әсер етеді. Нәтижесінде өттің қоюлануына, тас пайда болуына әсер етеді. Көбінесе гипотиреоздың белгісі бұл әртүрлі аурулардың маскасы ретінде жүреді. Көп адамдар гипотиреозбен ауыратынын білмейді. Бірақ өтте тас анықталған кезде қайдан пайда болды деп қалқынша без гормонына анализ тапсырғанда сол кезде гипотиреоз анықталады. Сонымен бірге іштің қатуы, запор, бұл да ең жиі кездеседі. Яғни гормон жеткіліксіздігінен ішектің перистальтикасы баяулайды. Сондықтан
іштің қатуы жиі байқалады. Дененің ісінуі, беттің, саусақтардың, аяқтың ісінуі, таңертең ұйқыдан тұрған кезде айнаға қарағанда тілдің ісінуі, тілде тістердің іздері болуы, көз астының ісініп тұруы. Және осы гипотиреозбен ауыратын науқастарда көбінесе депрессия болады, паническая атака болады. Етеккір циклінің уақытылы келуі, сіздің бала көтеруіңіз, жүктіліктің соңына дейін жалғасуы, немесе ерте түсік тастау, мерзімнен ерте босану, етеккірдің келмеуі, етеккірдің бұзылысы, қалқанша без гормондарының төмендеуі ол жыныс гормондарына әсер етеді, және пролактин де жоғары болуы мүмкін. Бұл кезде отдельно пролактинді түсірмейміз, гипотиреозды емдеген кезде пролактин де түседі. Жүрек соғуының баяулауы, немесе жүрек тарсылдап соғуы, ауа жетпей қалуы. Көп әйелдер негізі эндокринологқа жүктілік болмай жатқан кезде келеді. Тексерген кезде гипотиреоз анықталады. Гипотиреоз негізі әртүрлі аурулардың маскасы ретінде жүреді. Депрессия болғаннан кейін психиатрға баруыңыз мүмкін, немесе бала көтере алмағаннан кейін гинекологқа баруыңыз мүмкін. Өте тас пайда болған кезде гастроэнтерологқа баруыңыз мүмкін. Біз бұл жағдайда тек қана симптомды ғана емдемей, оның себебін анықтауымыз керек. Себебін емдеген кезде симптом да кетеді. Қалқанша без қызметі төмендеуі гипотиреозды уақытылы емдемесек не болады? Біріншісі, артық салмақ. Артық салмақтың өзі жүрек тамыр аурулары, инфаркт, инсульт, қант диабетіне алып келеді. Екіншісі, ерте қартаясыз. Климакс ерте басталады. Қазіргі уақытта климакс жасарып жатыр. Бедеулік, түсік тастау, жүктіліктің ерте мерзімде үзілуі. Психикалық аурулар, депрессия, паническая атака, өт тас ауруы, климакс 50 жаста емес, 35 жаста басталса, әрине сіз ерте қартаясыз. Себебі әйел гормондары бұл әйелдің саулығы, әдемілігі үшін маңызды рөл атқарады. Әрине ерте климакс болған кезде бетке ерте әжімдер түседі, ерте қартайып қаласыз. Өкінішке орай көп әйелдер уақытылы дәрігерге қаралмайды. Бұл белгілер норма деп жүре береді. Нәтижесінде бір букет асқынулармен күресуге тура келеді. Салмағы 100 килограмм болып, менструациясы ерте тоқтап қалған, шаш түсе, тері құрғақ, бетте әжім, өтінде тас бар. Әрине осындай бір букет асқынумен күрескеннен гөрі уақытылы дәрігерге қаралу керек. Қалқанша без қызметі төмендеуінің белгілерін білдік. Енді оны анықтау үшін қандай анализдер тапсырамыз? ТТГ, свободный Т4Т3, антитп антитг және витаминдерге қосып анализ тапсырыңыз. Себебі гипотиреозды нәтижелі емдеу үшін біз дефициттерді толтыру керекпіз. Қалқанша безге УЗИ жасалу керек. Қалқанша без қызметін тексеру үшін тапсыру керек анализдер тізімі жазылған чек-листке төменде ссылка қалдырамын. Осы ссылканы басып чек-листті алсаңыздар болады. Анализде ТТГ деңгейінің жоғарылауы, свободный Т4-тің төмендеуі және норма болуы бұл гипотиреоздың бар екендігін білдіреді. Гипотиреоздың емі бір ғана гормон эутирокс эльтироксин емес, организммен жалпы жұмыс жасау керек. Өкінішке орай көп адамдар бір ғана гормон ішеді, немесе гормонды уақытылы ішпейді. Нәтижесінде өмір бойы гормон ішуге тура келеді, гормонға тәуелді болып қалады. Көп әйелдер осындай белгілер болған кезде дәрігерге қаралмайды. Уже гормон тағайындау қажет болған жағдайда ғана, уже асқынған кезде ғана қаралады. Әрине ол кезде уже гормон тағайындау керек болады. Гормон ішкен кезде де кейбір адамдар көбінесе салмақ қосып алады. Себебі ол кезде дұрыс тамақтанбайды. Сондықтан гипотиреозды емдеу үшін біз жалпы организммен жұмыс жасау керекпіз. Біріншісі уақытылы ұйықтау. Себебі қалқанша без гормондары таңертең түзіледі, сондықтан уақытылы ұйықтау керекпіз. Екіншісі, стрессті азайтасыздар. Себебі стресс кезінде қанда кортизол деңгейі жоғарылайды. Ол да гипотиреозға алып келеді. Дұрыс тамақтану. Бізде дұрыс тамақтанбаған кезде витаминдер дефициті болады. Егер біз әрбір жеген тамағымызда көкөністер, белок, углевод, клетчатка, май болса, бізде уже витаминдер дефициті де болмайды. Сондықтан дұрыс тамақтану керек. Егер анализде витаминдер дефициті болса, витаминдер дефицитін толтыру керек. Бұлай жалпы организммен жұмыс жасаған кезде энергичная, позитивная, өзін жақсы көретін, көп табыс табатын әйелге айналасыз. Себебі әрине біз шаршап жүрсек, денсаулығымыз болмаса, біз табыс таба алмаймыз. Ал табыс, көбінесе білесіздер, ақша біздің энергиямызға қарай келеді. Сондықтан табысты, энергичный, позитивный, бақытты балаларыңызда да жақсы ана болғыңыз келсе, әрине қалқанша без қызметін қалпына келтіріп, дефициттерді толтырыңыздар. Гормонды мен өзім тек қана көрсеткішпен тағайындаймын.
ТТГ 5 болса бассала гормон тағайындамаймын. Бірінші, организммен жұмыс жасаймын. Әрине, жүкті әйел болмаса, себебі жүктілерде ТТГ-ның деңгейі өзгеше болады. Кейбір жағдайларда гормонсыз емдейміз, ал кейбір жағдайларда гормон тағайындауға тура келеді. Менде қалқанша 5 проекті бар. Әрбір витаминге жеке тоқталып, емдік, профилактикалық дозасы, аптекадан қандай түрін алу керек, айферттан қандай түрін алу керек, қалқанша 5 гормондары анализдегі деңгейі өзгерістері, бұл туралы барлығы қалқанша 5 проектімде жазылған. Проект туралы толық ақпаратты ссылкадан көре аласыздар. Менде бір пациент болды, шаршап жүреді, шашы уыстап түседі, терісі құрғақ, іш қатуы мазалайды, 2 рет түсік тастаған. Гипотиреозды емдедік, 3-ші баласын аман есен босанып алды. Және бұрынғыдай шаршап жүрмейді, шаш түспейді, сапор, іштің қатуы кетті. Бұндай пациенттер өте көп. Сондықтан мен өзім жалпы организммен жұмыс жасаймын. Бір ғана гормон ішіп, шашы уыстап түсетіндер, энергиясы жоқ, менструациясы дұрыс келмейтін пациенттер өте көп. Және сонымен қоса бір пациент келді, шашы уыстап түседі, терісі құрғақ, етектері бұзылған. 2 айдан кейін шаш түсуі тоқтады. Бұрынғыдай шаршап жүрмейді, іштің қатуы мазаламайды. Сондықтан жақсы нәтижеге жету үшін жалпы организммен жұмыс жасау керек. Видео сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса комментарийға қалдырыңыздар, және осындай шаршап жүретін таныстарыңызбен видеоны бөлісуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта пайдалы ақпараттарды өткізіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз.